Саламатсыңдар ма, балдар? Бүгін біз қазақ тілі 108-ші сабақты талқылайтын боламыз. Яғни екінші бөлім өткен шақ орындалған арман. Бұл жерде яғни өткен шақты етістікке айналдыратын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға тіркеліп кеттіңіздер. Арнаға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Арнада күнделікті видеолар шығады. Қазақ тілі және де математика сабақтары шығады. Арнаға тіркелсеңіздер, өздеріңізге керекті яғни ақпаратты таба аласыздар. Бірінші тапсырма 18-ші мәтін, яғни 18-ші жаттығуды орындайтын болсақ, мәтінді тыңда. Ақиқатқа айналған арман. Біздің бала кезімізде екінің бірі ғарышкер болуды армандайтын. Жұлдыздарды жақыннан көріп, сол кезде бейім мәлім көрінген әлемге сапар шегу көпшіліктің тілегі еді. Олардың арасында мен де бармын. Бірде әке маған аспан әлемінің құпияға толы сырлары туралы жан-жақты әңгімелеп, артынша ай, түрлі жұлдыздар, жалпы ғаламшардың суреттерін көрсетті. Сол кезде көңілімде оянған қызығушылығымды сөзбен жеткізу қиын. Сонда өзіме өскенде қалайда ғарышкер боламын деп мақсат қойдым. Сол арманның жетегімен жоғары оқу орындарына оқыдым. Жатпай тұрмай іздендім. Ғарышкер болу үшін алдымен табиғаттан берілген мықты денсаулық керек. Сонан соң оқу, жаттығу жұмыстарын бір күнге де үзбеуге тиіссің. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейінгі әр минут жоспарланған жаттығулар. Ол жерде сен спорт шеберіне қойылатын талаптарды орындайсың. Талап күшті. Жоғарыда атылған екі нәрсе менде де болғандықтан шығар. 6 жылға қызу дайындықтан кейін ақыр ғарышқа ұштым. Халықаралық экипаждың құрамында болдым. Менімен қосқанда 6 елдің өкпелі ғарышқа ұшты. Бастан кешкен қызықтарымызда, бір-бірімізден үйренгеніміз де көп. Бәріміз де ғарыштан түсірілген жердің суретін талай көрдік. Жер жұп-жұмыр, дөңгелек екенін білеміз. Бірақ ғарышта барлығы басқаша екен. Көктен жер алақандай көрінеді. Ол сондай нәзік, кішкентай, қорғансыз. Көзімнің жеткені біз оны жерді аялауымыз керек. Яғни осы жерді аялауымыз керек. Оның қадірін әлі де сезіне бермейтініміз рас. Ғарыштан жерге түскен соң өмірге қоршаған ортаға деген көзқарасым түбегейлі өзгерді. Өзіміз мекендейтін ғаламшарды сақтай білуіміз керектігін жетік түсінгендей болдым. Айдын Айымбетов. Мәтін кім жөнінде және де ол туралы не білесің? Мәтінде ғарышкер Айдын Айымбетов туралы айтылған. Ол Қазақтан ұшқан 3-ші ғарышкер болатын. Ол 2015 жылы 2 қыркүйекте ұшқан болатын. Мәтіннің мазмұны балалық шағында армандаған мамандығына жеткен ғарышкер туралы. Егер адам өз армандарына берік болса, өскенде мақсаттары міндетті түрде орындалатын болады. Ғарышта жүрген ғарышкерге жер үлкен болғанмен біздің планетамыз кішкентай болып көрінеді. Біз үшін қамқор болу керек, оған қамқор болуымыз керек. Сол үшін біз табиғатты аялап жүруіміз қажет. Жер шары ортақ үйіміз, сондықтан оны ешқашан ластамайық, Балалар, табиғатты ластамайық. 19-шы жаттығуды қарасақ, яғни мәтінді қатесіз көшіріп жаз дейді. Ғалам осыдан 10-20 миллиард жыл бұрын ғарыштық жарылыс нәтижесінде пайда болған дейді. Бұл ғарыштық жарылысты үлкен жарылыс деп атап кеткен. Жер мен күннің жүйесінің басқа ғаламшарлары осы шаң мен газдан пайда болған. Бұл мәлімет ғалам энциклопедиясынан алынған. Астындағы сұрақтарға жауап беретін болсақ, етістіктерді не істеді сұрағына жауап беретіндей етіп өзгерт дейді. Пайда болған, не істеген, пайда болды, не істеді. Атап кеткен, не істеген, атап кетті, не істеді. Не істеген және де не істеді деген сұрақтарға жауап беретін етістіктердің айырмашылықтары олардың жұрнақтарында байқалады. Не істеген деген сұраққа жауап беретін етістіктерге ған, ген, қан, кен жұрнақтары жалғанады. Ал не істеді деген сұраққа да жауап беретін етістіктерді д, д, т, т жұрнақтары жалғанады дейді. Енді не істеген, не істеді деген сұрақтарға жауап беретін етістіктерді өзара салыстыр дейді. Не істеген, не істеді деді. Қазір ғана жауап беріп қойдық, яғни жұрнақтарында байқалады. Бұл ерекшелігі. 20-шы тапсырмаға өтетін болсақ, сөйлемдерді қатесін түзеп жаз дейді. Жарық күннен бізге дейін 8 минутта жетеді. Жердің тартылыс күші адамның денесін төмен басып тұрады. Ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы 6 сантиметрге дейін ұзаруы мүмкін. Адам баласы скафандрсыз ғарышта небәрі 90 секунд қана шыдай алады дейді. Шығармашылық үзіліс 21-ші жаттығу. Үлкен картадан төмендегі 10 жұлдызды тап. Мысалы, 1-ші нөмерлі жұлдыз картада Г, Е болып белгіленген. Қалған 9 жұлдызды тап дейді. Бұл жерде төбеде әріптер белгіленген. Біріншісінікі
яғни ғ-нікі е, иә, екіншісінікі ә, үшіншісінікі и, төртіншісінікі ә, бесіншісінікі ж, алтыншысынікі к, жетіншісінікі, яғни осы жауап болады. Балалар, видеоны арнаға тіркеліп кетіңіздер. Маған қолдау керек, себебі мен 1000 подписчикке жете алмай жатырмын. 1000 подписчикке жетсем, сіздерге көп видео салып тұрамын. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Видео пайдалы болса, комментарияға өз ойыңызды жазып кетіңіз.